Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздер денсаулық, зор байлық арнасындасыздар. Бүгін біз ата-аналар үшін өте маңызды тақырып баладағы құрысу туралы айтамыз. Құрысу кенеттен пайда болады және өте қорқынышты көрінеді. Бірақ ең бастысы дұрыс әрекет ету. Құрысу кезінде бала қатайып қалады, көзі жоғары қарайды, дірілдеуі мүмкін. Бұл бірнеше минутқа созылады. Егер де құрысу болса, мынаны жасаңыз. Баланы қырынан жатқызыңыз, киімін босатыңыз, қасына қауіпті заттарды алыстатыңыз, аузына ештеңе салмаңыз, қатты ұстамаңыз және құрысу 3-5 минуттан ұзақ болса, міндетті түрде жедел жәрдем шақырыңыз. Бұл өте түсініксіз әрі алаңдататын жағдай екенін білемін. Талдаулар таза болып басында шығуы мүмкін, бірақ сонда да болса құрысу, судорога балаларда болуы өте көп кездесетін жағдай. Себептері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, эпилепсия ең жиі кездесетін себептердің бірі. Кейде алғашқы кезде эегі таза болып көрінуі мүмкін. Құрысу қайталана берсе, дәрігерлер осы диагнозды қояды. Жасырын неврологиялық жетілмеу. 1 жасқа дейінгі балаларда миы толық жетілмеген, осыдан құрысу болуы мүмкін. Уақыт өте ол азаяды. Ұйқыға байланысты құрысу, сіз айтқандай таңертең оянғанда көбінесе құрысу болатын болса, бұл эпилепсияның тағы да бір түріне тән деп есептелінеді. Дене қызуы жоқ болса да болатын құрысу кей балаларда температурасы бар кезде де жоқ кезде де кездеседі. Электролит немесе зат алмасу бұзылыстары кезінде анализдерде бірден көрінбеуі мүмкін, бірақ осы құрысу кездеседі. Осындай жағдайда ең маңыздысы көзі жоғары қарайды, кейін ұйықтап қалады және денесі қатайып қалады. Бұл көбінесе эпилепсиялық ұстамаға ұқсайды. Бұл кезде балаларда әсіресе ең алғаш тексерулерден кейін дипеприн дәрісін ұсынып жатады. Егер де осындай неврологиялық әртүрлі дәрілерді, тексерулерді бергеннен кейін дәрігердің көмегіне міндетті түрде жүгініп, оның берген барлық нұсқаулықтарын толық орындайтын болса, бұл құрысулардан толығымен айығу мүмкін. Бірақ міндетті түрде құрысуды тоқтату үшін берілген барлық дәрілерді, талдауларды дұрыс жасау керек. Дұрыс қабылдаса, ұстамалар толық тоқтауы мүмкін. Енді ең басты сұрақ: жазылады ма? Я, көптеген балаларда ұстама тоқтайды. Уақыт өте келе дәріні де тоқтатуға болады. Бала толық қалыпты өмір сүре алады. Дәріні үзбей беру өте маңызды. Неврологтың бақылауында болу керек. Кез келген жағдайда дәрігерге қаралу міндетті. Сіздің сабырлығыңыз балаға көп көмектеседі. Денсаулықты бірге күтейік. Арнаға жазылып, пайдалы ақпаратты жіберіп алмаңыз.